Абай Құнанбаев ұлы ақын, ағартушы, философ. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Абай шығармашылығы қазақ әдебиетінің, әлем әдебиетінің, адамзат қоғамының өшпес, ескірмес асыл қазынасы. Ол өз шығармаларында жастарды өнер білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Ғылым таппай мақтан бөлеңінде ғылымның қоғам мен адам өміріндегі мәнін дүние дөзі, мал дөзі дей отырып, оған жетудің жолдарын ұсынады. Абай адамның адамшылығын өсіріп, ғылымын арттыруға себеп болатын 5 жақсы нәрсе: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым деп атап көрсетеді. Ал адамның ғылымын арттырмай, нағыз адам болып қалыптасуына кесел болатын өсек айтудан, өтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншектіктен, мал дүниесін орынсыз шашатын ысырапшылдықтан сақтандырады. Абай, біреу білмей сен білсең, білгеніңнің бәр тұл деп, ғылымға жетудегі мақсат алған білімді өзіңе ғана сіңіру емес, сол үйренгеніңді басқаға да үйретіп, өзіңе ғылым білімі тең келетін адам санын көбейтіп, білімді, мәдениетті орта қалыптастыру керектігі туралы ой тастайды.